Баршаңызға сәлем. Бүгін брошканың екінші бөлімін жасаймыз. Ол үшін бізге фетр және осындай майда моншақтар, үкі және основа, брошка және заколка екеуі қосылған два в одном және де ине жіп қажет болады. Біз екінші бөлігін қоспай жатып, осындай кольцоларды 5 штугын тігіп алатын боламыз. Бірінші кольцоны дәл ортасына тігеміз, ал қалғандары екеуден шетіне тігіледі. Мен кольцоларға моншақтарды ілетін боламын. Ал көрсетілген моншақтардың қалай жасалынуын мен алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын. Описанияға қарасаңыздар, сол видеоның ссылкасын қалдырамын. Дәл сол техникамен осындай әртүрлі моншақтарды жасауға болады. Міне кольцомыздың бесеуін осылай тігіп алдық. Енді екіншісін қоспай жатып, екіншісінің ішкі жағына үкімізді жабыстырып аламыз. Жабыстырғанда клейді сыртына шығармай, тек орта жағына қарай жағамыз. Егер де сыртына дейін шығаратын болсаңыздар, екеуін қосып шеттерін тіккен кезде ине жіптеріңіз өтпей қалады. Сондықтан клейімізді шетіне тигізбей, тек қана ортасына ғана құйып, екеуін біріктіріп алатын боламыз. Броштың алды және артын екеуі біріктіріп, осылай шетін майда моншақтармен тігіп шығамыз. Майда моншақтар сіздерге дұрыс көрінбейді тігілу, сондықтан мен осындай екі фетрді қосып, ірі моншақтармен тігіп көрсететін боламын. Дәл осы техникамен тігетін боласыздар. Бірінші инені сабақтап алып, ішкі бөлімнен өткіземіз. Одан кейін моншақты алып, екі фетрден өткіземіз. Сосын келесі фетрден өткізбей, дәл моншақтың ортасынан өткізіп, тағы бір моншақты іліп аламыз. Моншақты іліп алдық. Енді екі фетрден өткіземіз ине жіпті. Осылай енді фетрден өткізбей, сол екінші алған моншағымыздың дәл ортасынан өткіземіз. Келесі тағы да тікпей жатып, үшінші моншақты аламыз. Осылай екі фетрден өткіземіз. Енді моншақтың дәл ортасынан өткіземіз ине жіпті. Дәл осылай жалғастырып кетесіздер. Енді основаны орналастырамыз. Негізі қарап тұрсаңыздар, ішінде екі тесігі бар. Сол тесікті фетрдің артқы бөлігін біріктірмей жатып, ішінен тігіп алсаңыздар болады. Мен тіккен жоқпын, мен осы ыстық клейдің көмегімен жабыстыратын боламын. Бұл основа, яғни два в одном, жоғарысын брошка, астын заколка ретінде тағуға болады. Немесе бөлек-бөлек сатылады. Бөлек-бөлек тек заколканың өзін немесе тек қана брошканың өзін тіксеңіздер, немесе жабыстырсаңыздар болады. Осылай біраз ұстап тұрамыз, клейіміз қатқанға дейін. Енді жаңағы осы моншақты описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Қалай жасалуын, ол үшін бізге осындай круглый губцы инструменті қажет болады. Ал жаңағы өткізіп алған 5 кольцомызға осы алдын ала дайындалып алынған моншақтарды іліп шығатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Осы моншақтың жасалуын описанияға қараңыздар, ссылкасын қалдыратын боламын сол видеоның. Дәл сол техникамен әртүрлі түсте, өзіңіз әртүрлі қалағандай етіп жасасаңыз болады. Негізі жасамасаңыздар да болады, міндетті емес, просто менің өзіме осындай идея келді, және мен осылай жасаймын деп шештім. Егер де әдемі көрінетін болса, сіздер де жасасаңыздар болады.
міне біздің үкілім загулка бруш дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Тина Арт. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.